Жемал Темирді кездесуге шақырады. Бұл Ахмет Уғырмен кезінде дос болған. Сенің әкеңді кімнің өлтіргенін білесің ба? Сен маған сенбейтін шығарсың. Ахметтің өз аузынан естиді. Ахмет, біз қоймаға ұрлыққа түскенде күзетші келіп қалды. Бізді ұстап бермеу үшін оны өлтіруге тура келді. Ол жерде Фаик, мен және Уғыр болды. Әкеңнің басынан Уғыр атты дейді. Демир, мүмкін емес. Уғыр менің ең жақын досым. Ол бұлай жасамайды. Ол өзінің басын қатерге тігіп, мені қанша рет құтқарып қалды дейді. Жемал, не үшін солай жасады деп ойлайсың? Әрине ары маза бермейді. Сенің алдыңдағы кінәсін жуып шаю үшін солай жасады. Сен екеуің әкенің желеу рәсімінде таныстыңдар емес па? Ол осы уақытқа дейін сенің жанында күнәсін жуып шаю үшін жүр дейді. Демир, мен Уғырдың өзіне барып сұраймын. Бұл мүмкін емес, ол мені алдамайды. Сендер оған жалау жауып тұрсыңдар дейді. Ахмет Жемалға, сен мені сатып кетпейтін шығарсың. Егер Демир Уғырды полицияға ұстап беретін болса, онда бұл істі қайта қозғайды. Мен де түрмеге отыруым мүмкін. Ал мен енді ол жерге қайтып барғым келмейді дейді. Демир Уғырға келіп сөйлесейік дейді. Осынша жыл бойы неге мені алдап келдің? Ахмет маған бәрін айтты. Әкем сені өлтірдің ба дейді. Уғыр, жоқ, сен мені өлтірді дегенге сенесің ба? Иә, мен Фаик пен Ахметтің жанында болдым. Бірақ әкеңді Ахмет атты. Мен есімді жия алмай не істерімді білмей тұрғанда ол маған тапаншаны ұстатты. Егер полицияға хабар берсең, сен тұтқындаласың. Себебі тапаншада сенің саусақ іздерің бар деп айтты. Мен жас бала едім, түрмеге отырудан қорықтым дейді. Демир, сен неге мені жасырдың? Мені жылдар бойы алдап келдің. Енді сені көргім келмейді деп кетіп қалады. Уғыр, Sevgiге айырылсайық, мен саған лайық емеспін деп айтады. Дәрігер Ойкеге донор болатын адамды таптық, бірақ ол адам хабарсыз кетті. Операцияға дейін аз күн қалды. Донор келмесе операция жасай алмаймыз деп айтады. Демир донордың Жемал екенін біліп, оны іздеп үйіне, жұмыс жеріне барады, бірақ таппайды. Уғыр, мен де бірге іздеуге көмектесейін деп айтады. Ахмет Жемалды ұстап қамап қояды. Фаиққа, Демирдің көзін құртуымыз керек деп айтады. Демир Ахметке, сен мені алдадың, Демирдің әкесін сен өлтірдің. Бұл жерден шыққаннан кейін сені аямаймын дейді. Ахмет, сен бұл жерден шықпайсың дейді. Фаик шайханаға келеді. Уғыр ана Фаик деп қолмен көрсетеді. Фаик қашып кетеді. Уғыр мен Демир Фаикті ұстап алады. Демир, Жемал қайда? Айтқан не? Әйтпесе сені осы жерде өлтіремін дейді. Ахмет Фаикке звондап, қайда жүрсің? Жемалды көму керек деп айтады. Демир мен Уғыр Жемалды ұстап отырған жерге келеді. Уғыр Жемалды босатып алады. Ахмет Демирді кеудесінен атады. Демир Жемалды машинаға отырғызып ауруханаға апарады. Фаик Демирдің үйін өртеп жібереді. Көрші Уғырға келіп, Демирдің үйі өртеніп жатқанын айтады. Уғыр, мені жіберіңдер, мен оларды құтқаруым керек деп айқайлайды. Адамдар су шашып өртті сөндіруге көмектеседі. Демир Жанар мен Ойкені алып шығады. Ойкі мысығым ішінде қалып қойды. Ол әлі кішкентай деп жылайды. Демир үстіне су құйып мысықты алып шығады. Үйлерінде барлық заттар өртеніп кетеді. Уғыр Демирді отбасымен үйіне алып келеді. Ойкі балалар алаңында ойнап жүріп бір қорап ақша тауып алады. Ешкімге айтпай сумкасына салып жасырып қояды. Ержанға бір қорап ақша тауып алғанын айтады. Омар мырза шайханаға келіп Демирге зейнетақысын балалар ойнайтын алаңда жоғалтып алғанын айтады. Кешкісін Уғырге Sevgiді айтырып келеді. Хусейн, мен мынандай әп-әдемі қызымды сен сияқты түкке тұрғысыз алаяққа бере алмаймын дейді. Уғыр, әке, мен қателестім. Дұрыс емес жолмен жүрдім, мойындаймын. Бірақ қазір өзгердім. Sevgiді бақытты ету үшін қолымнан келгеннің бәрін жасаймын дейді. Хусейн, сен өзі қандай жұмыс жасайсың дейді. Уғыр, мейрамханада жұмыс жасаймын дейді. Хусейн, кім болып жұмыс жасайсың дейді. Уғыр, ыдыс жуушы болып дейді. Хусейнге дем жетпей жағдайы нашарлап кетеді. Sevgi Уғырға, сен түймедақ алып келгенсің ба? Әкемнің түймедақтан аллергиясы бар дейді. Хусейн қызына, маған не болды? Қайдамын дейді. Sevgi, үйдесіз. Уғыр алып келген түймедақтан аллергияң ұстап қалды дейді. Хусейн, мына Уғыр мені өлтірмей тыныш таппайтын сияқты. Қызым, сен маған анаңнан қалған аманатсың. Сені Уғырға бере алмаймын. Ол сені бақыт ете алмайды дейді. Sevgiдің көңіл күйі болмай қонақ бөлмеге келеді. Уғырге келісім берген жоқ дейді. Демир, олай болса біз енді кетейік дейді. Хусейн қонақ бөлмеге келіп, сендер кетейін деп жатсыңдар ма? Тұра тұрыңдар, мен шешімді айтқан жоқпын. Қызым, сен мына Уғырды сүйесің ба дейді. Sevgi, иә әке дейді. Хусейн, Уғыр, менің саған қояр шартым бар. Сен енді ешқашан бұзықтық жасап, менің жұмыс жеріме келмейсің. Тіпті жол жүру ережесін бұзып та келмейтін бол. Сосын қызымдікі қашан да дұрыс, ал сенікі қате болады. Оны ешқашан жылатпайсың. Маған уәде бер дейді. Уғыр, уәде беремін әке дейді. Хусейн, ал олай болса мен сендерге батамды бердім дейді. Ойкі ұйықтап жатып ақша туралы айтып сандырақтайды. Демир ақшаны тауып алады.
Таңертең Омарды іздеп шайханаға келеді. Жігіттер Демирдің қалтасынан ақшаны көріп Омарға хабар береді. Омар полициямен келіп Демирді тұтқындайды. Ойко алдынан шығып: әкемнің еш кінәсі жоқ. Ақшаны мен тауып алып жасырып қойдым. Үйіміз өртеніп, отбасымыздың жағдайы нашар болған соң, әкеме көмектескім келді. Әкем ақшаны тауып алып, иесіне апарып бермекші болды. Мені кешіріңіздер, әкемді босатыңыздар деп жылайды. Полицейлер Демирді жібереді. Демирге бастығы мейрамханаға танымал дегустатор келетінін айтып, оған сен қызмет көрсет дейді. Угурдың анасы Хажер келеді. Угур неге маған айтпай қызды айтуға барған деп ренжиді. Демир дегустаторға қызмет көрсетеді. Дегустатор мейрамхана бастығына Демирді мақтап кетеді. Омар Демирден кешірім сұрап, көмекке ақша береді. Демир жалдауға үй қарайды. Ойко әкесіне Жанан екеуің қашан үйленесіңдер деп сұрайды. Демир: біз онсыз да үйленген жоқпыз ба деп айтады. Ойко: жоқ, Жанан әпке де ақ көйлек киіп, той жасамайсыңдар ма дейді. Мейрамхана бастығы Демирді бас официант етіп тағайындайды. Угур Хусейн мен Севгиді қонаққа шақырады. Демир бір емес екі той бірге болатынын айтады. Хаджер мен Хусейн балаларына ақ батасын береді. Демир Жананға жалдауға үй тапқанын айтады. Ойко мен Жананды үйді көруге алып келеді. Угур мен Севги үйді ремонттауға көмекке келеді. Той күні алтын сататын дүкенге қарақшылар шабуыл жасайды. Угурға қолындағы сақинаны бер дейді. Угур өлтірсең өлтір, бермеймін дейді. Демир мен Жемал қарақшыларды ұстап полицияға хабар береді. Демир мен Угурдың тойы болады. Тойды Угурдың үйінің ауласында жасайды. Демир отбасымен жаңа үйлеріне көшіп келеді. Жанан мен Демир Ойкөге сәбилі болатындарын айтады. Ойко рөлінде ойнаған кішкентай актриса Берен Gökyıldız 2009 жылы 29 қыркүйекте Стамбул қаласында дүниеге келген. Берен өте кішкентай кезінен актерлік талантын көрсеткен. Анасы қызының талантын байқап мүмкіндікті жібермейді. Тіпті өзінің жұмысынан бас тартып, қызының дамуына көмектеседі. Берен ойнаған алғашқы картина Менің күйеуімнің отбасы сериал болды. Актриса небәрі 4 жасында өз рөлін жоғары деңгейде ойнап шықты. Актрисаның туа біткен әртістік қабілеті көрерменді ғана емес, режиссер мен киносыншыларды да сүйсіндірді. Осы сериалдан кейін жылдың ең үздік кішкентай актрисасы номинациясын жеңіп алды. Жас актриса Вахиде Перши мен Жансу Диремен бірге ойнаған Менің анам телехикаясындағы рөлі әлемге танымал болды. Актриса президенттің сыйақысын алды. Берен көп уақытын съемкада өткізгеніне қарамастан, мектепте барлық сабақты беске оқыды. Жас актриса модельдік мансапты қалайтынын айтты. 2023 жылы Берен орта мектепті бітірді. Актриса тек сериалдарға ғана түсіп қана қоймай, университетте оқуға түсіп, жоғары білім алатынын айтты.